Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Аллах Тағала баршамызға жақсылықтар берсін. Мынау әлемді жайлаған індет кезінде біздер Жылой орталық мешіті жүздеген отбасының, жүздеген жандардың тізімін жасақтап, арнайы қайырымдылықты ұйымдастыруды қолға алған болатынбыз. Алла бұйыртса, бұл қайырымдылықтың мақсаты ауырып жатқан жандар үшін дәрі-дәрмекті тегін таратсақ па деп ниеттеніп отырмыз. Аллах Тағала осы ниетімізді қабыл етсін. Және осы дәрі-дәрмекте қазіргі уақытта біздің қолымызға келіп жетті. Алла бұйыртса, осы дәрі-дәрмекті толыққанды 300-400 отбасына тарататын боламыз. Осы дәрі-дәрмектің біздерге келіп жетуіне тікелей мұрындық болған Атырау облысы Иманғали орталық мешітінің бас имамы Алтынбек Өтісқалдынұлына арнайы алғысымызды білдіреміз. Аллах Тағала баршамызға жақсылықтар берсін. Аллах Тағала ауырған жандар аяқтан тұрып, шипалы болып, және отбасына ойнап күліп қосылуды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا